Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен асқабақ вареньясын, яғни асқабақ тосабын бірге дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен асқабақты жуып, қабығынан тазартып аламыз. Қабығынан оңай тазарту үшін алдымен осылай кішкентай бөліктерге бөліп алған дұрыс. Сол кезде қабығы оңай алынады. Біткеннен кейін барлығын таза пакетке салып өлшейміз. Міне менде 2 килограмм шықты. Одан кейін осылай кішкентай 4 бұрышты етіп тураймыз. Барлығын турап болдым. Енді бір лимонды қабығынан тазартып аламыз. Осылай сары беті көріну керек. Барлық ақ жерін алып тастаймыз. Егер дәндері болса, дәндерін алып тастаймыз. Апельсиннің бірінші сыртқы қабығын үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін тура лимондығы сияқты сыртқы қабығынан және дәндерінен тазартып аламыз. Үлкендеу ыдысқа салып аламыз. 1,5 килограмм қант өлшеп саламыз. Одан кейін қақпағын жауып бір күнге қоямыз. Міне бір күн өткеннен кейін осылай өзінің суы шығады. Одан бөлек су қоспаймыз. Бірнеше қалампыр қостым. Одан кейін отқа қойып, қайнатып аламыз. Егер көбігі шықса, алып тастаймыз. Қақпағын жауып, 30 минут орташа отта қайнатамыз. Одан кейін астын өшіріп, суытып қоямыз. Толық суығаннан кейін тағы да отқа қойып, 30-40 минут орташа отта қайнатамыз. Одан кейін таза банкілерімізге салып қақпағын жақсылап жауып қоямыз. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп пікір қалдырып кетіңіздер.